Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен тауықтың аяқтарын картоппен қоса пеште пісіретін боламыз. Мұнда қажетті заттардың тізімін жазып қойдым. Алдымен сарымсақты, картопты осылай турап аламыз ұсақтап, және үлкен ыдысқа тауықтың аяқтарымен қоса салып, үстінен майонез, томат және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Және дәміне қарай тұз қосуды ұмытпаңыздар. Осылай үлкен ыдысқа салып аламыз. Одан кейін араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып 10-15 минутқа маринадтап қойып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут немесе 40 минут пісіріп аламыз. Ас болсын қыздар.